Бестен бала туды, өмірге келді шешелеріміз. Сол кезде 100% арақпен той жасады, 100% бәрі арақ ішті. Бірақ солар сол 10 баланы, 15 баланы, азы 8 баланы тәрбиелеп өсірді ғой. Сол баланың біреуі менмін мысалы. Сол кезде жетім болған жоқ, жесір болған жоқ. Қарттар үйі болған жоқ. Бір отбасы ажырасып жатса, беттерін шымшып ұят болды ау деп, соны қосып, соны адам қылуға тырысып өліп атты. Сол кезде ешкімде маңдайын сәждеге тигізген жоқ, бірақ ақсақалдарымыз болған шығар. Арақпен тосайтты. Енді қазір халал деп арақсыз той жасайды, мешітке барып некесін қидырады, бірақ күнде қатын ауыстырып жатыр, талақ деп. Ал қаншама мешіт бар, қаншама халық маңдайын сәждеге тигізіп құлшылық етіп жатыр. Неге жесір көп? Неге жетім көп? Неге қарттар үйі бар? Мәселе сода да. Балдарды біздер намысты, кең пейілді, көреген қылып тәрбиелеуіміз керекті. 500 теңге берсең сауап, 200 теңге берсең сауап деген зат ол. Біздерде қазақта жылу деген бұл. Біреуді жоқ болып жатса жылу жинайды. Садақа демейді оны, жылу дейді. Садақаны үйден береді. Жеті атағыңды атап тұрып Құран шығарттырады. Үйіңнен Құран оқытады. Ал сосын бір жерге бат оқуға барғанда, мен өткенде ана Теңелге айттым. Ана Ақматадағыны оқыңдаршы, бірінші өмірден өтіп жатқан адамды. Сосын ана білсең соның жеті атасын ата. Отырып алып Ақматаны бүктеп қойып, бүткіл пайғамбар мен сахабаны тізіп шығасыңдар. Мен пайғамбар мен сахабаға бат оқуға келдім ба? Әр 5-ші күн сайын, әр күн сайын үйіңнен оқы. Сен бүткіл пайғамбарды ата, сахабаны ата, өзің үйіңді оқы. Біреудің үйіне барып, жоқтау айтып жылап отқанда, біздер бүткіл халық сол адамның артының қайырын сұрап барып отырмыз. Соған батамызды оқиық, Құранымыз дейсін деп. Олар отырып алады да, бүткіл сахаба менен пайғамбарды түгендеп шығады да. Міне қателік осы жерде. Сондықтан да мен ол пайғамбар мен сахабаны әркім өзінің үйінен оқысын. Кімге оқығысы келеді? Сосын балдарды бесіктен белі шықпай жатып, өлімге тәрбиелемеу керек. Балдарды көзін ашқаннан болашаққа тәрбиелеу керек. Отбасыңды емес, отаныңды ойла дейді. Отаның тыныш болса, отбасың тыныш дейді. Бір 4 жұмақ жаңағы уағызды жаттап алады да, сосын эфирге шығып келіп, сауапты Құдай біледі ол. Сауап бере ме саған, күнә бере ме, сені тозаққа жібере ме, жұмаққа жібере ме? Нағыз кетіп атсақ, әке шешеміздің қасына барармыз. Соларды намаз оқымастан кетті. Бірақ біреудің алажбен аттаған жоқ, біреумен жаға жыртысқан жоқ. Қолынан келсе, қол ұшын берді, көрші көлем ағайынға. Сондай бір адами қасиетке тәрбиелеу керек баланы. Сосын жаңағы ауырып атқан адамға қалым сұрап барып, сосын жағдайы жоқ болса, жан-жақтан көмектескенді оны жария қылмайды. Жарияны Алла тағаланың өзі жақтырмайды. Мақтаншақтық, атақ құмарлық. Білмеймін, қазіргі имамдар не болып кеткен. Сендер Құдайдан қорқыңдар. Құдайдан қорқатын адам Құдайдың құлынан қорықпайды. Сендер маңдайларың сәждеге тигізіп, Алланың үйінде жүрсіңдер ғой. Алланың үйінде жүрсіңдер. Сендерге сауап керек болатын болса, нағыз сауап жинағыларың керек болатын болса. Ана шындық айтқан адамды өлтіріп жатыр. Жер сатпа деген адам соттап жатыр. Сол жөнінде шындықты айтыңдар сендер басшыға. Мына халықтың ниеті қандай болса, Алла тағала сондай патша береді адамға.
Қазіргі балдардың бәрін қарап отырсаң, жас балдардың өзі сауап үшін еңбек етеді да. Bir ақсақалымыздың айтқан сөзі бар. Ақсақалымыздың айтқан сөзі. Сауап үшін бірдеңе жасайтын болсам, мені күнәға батыр дейді. Жұмаққа барам деп бірдеңе жасайтын болсаң, мені тозаққа жібер дейді. Бесіктен белі шықпаған балаға сендер тозақ пен жұмақты үйретіп жатсыңдар қазір. Сауап пен күнәні үйретіп жатсыңдар. Одан да алғыс ал, қарғыс алма. Алғыс алған бала халықтың қошеметіне бөленген балаға Алла разы болады деген сөз қайда? Қазақи сөздер қайда? Ашық қалсаң сол. Тек сауап жинаңдар, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр. Шығыңдар эфирге. Жоғарғы айтыңдар билікке. Қазір сол үкіметті халық бағып отыр, керек болатын болса. Үкіметті халық бағып отыр. Құрттайда бір ештерің бар ғой, сондай заттарды жібермей өшіріп тастауларыңа болады ғой. Бірден анау тоны өлімді ойлатқанша балдарға болашақты ойлатып өсіру керек. Баяғыда мені немен бағасын дейді әке шешеміз, құттай күніміз. Сармаймен бағамыз дейді. Міне мәселе қайда жатыр. Олар сонда қартаятынын біліп отыр. Мен Алла ғұмыр берсе қартаям. Сонда мені тастап кетпей, мені арулап көметін балам мен иманды келінім болса екен деп қызды жатқа тәрбиелейді дейді. 2 күннің бірінде ажырасып отыр ғой. 2 күннің бірінде талақ деп неше түрлі қатын алып отыр осы діндарлардың көбі. Сол анау сол екі араны салыстырыңдар енді мына имамдар. Қайсысы сауап, қайсысы күнә екенін. Сендер ақиқатты айта алмайсыңдар. Ақиқатты. Билікке қарай жағынып, халықты улап, халықтың миын айналдырып, өз естанып жүрген қасқа қазақ бәріне сенгішті. Құрттай балдарға сеніп қалды қазір. Олар болашақты ойлап отқан жоқ, тозақ пен жұмақты ойлап жүр қазір. Кімнің қашан кететіні белгісіз. Түгел сояққа барады бәрі де. Сол кезде Алла Тағала өзінің жақсылығы мен жамандығын таразыға салады. Намаз оқымағанның бәрі тозақта жатыр деп есептейсіңдер ме? Күнде Құран бағыштап жатырық біздер. Не үшін бағыштайсың? Біліп істеген, білмей істеген күнәсін кешіре көр. Жандарын жәннаттан қыла көр деп. Пенденің сұрағанын Алла береді десе, сол намаз оқымай, ниеті ақ, пейілі кең ата-бабаларымыз, әке-шешелеріміз, оны Құдай біледі қаяқта жатқанын. Мен айыпқа бермем, тіпті мұны жаман болып кетті қазір дейтін. Дардай адамдардың соған сенгіш болып қалды. Намаз ол парыз, оқы жөніңе жүр. Өзің жамандық жасама, қолынан келсе қол ұшыңды бер. Жоққа жүйрік жетпейді. Жақсылық естен кетпейді. Маңдайларын сәждеге дейін Аллах, Аллах, Аллах деп. Сендер халықты ұлап атсыңдар, сендер күнәға батасыңдар ертең Алланың алдында. Жібермеңдер бұндайлардың бәрін. Кім білет, өздері беретін. Ағайыны бар, бауыры бар, туысы бар. Таудай сауап жинағылар келі ма, имамдар айтындар ана бәлсаға. Әншейінем десін бәрі. Аузын ашты ақша. Дүниені қуған, дүние қоңызды Алла жақтыртпайтын, неге айтпайсыңдар сендер? Қарнымның ашқанына емес, қадірімнің қашқанына жағы намыстанам дей ма? Сондықтан да қадір қашпау керек. Қазақи жолды біздер жоққа шығарып баратырмыз, ата-бабаның жолын. Көп заттан айырылып қалдық. Міне. Баяғы ассалаумағалейкумге қазір біздер арабтың сөзін қосып отырмыз. Бәрәкату, мәрәкату. Халал дейтін сөз жоқ қазақта. Харам дейтін сөз жоқ қазақта. Өздері Құттайда болса ойланыңдар сіз. Неге біздер сонда біреудің қаңсығына таңсық боламыз?